Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз итальяндық лазанья тамағын жасаймыз. Лазанья жасау үшін бізге екі түрлі соус қажет. Бірінші соус ол болонезе соусы. Ол үшін бір пияз, бір сәбіз, 2-3 қызанақ, 1-2 бас сарымсақ, сельдерей, тартылған ет және томат пастасы қажет. Екінші соус ол бешамель соусы, оған 70 грамм сары май, 70 грамм ұн және 700 мл сүт қажет. Пияз бен сарымсақты қуырып аламыз. Сарымсақты қуырып болған соң алып тастасаңыздар болады. Сақтап туралған сәбізді саламыз, қуырып аламыз. Қызанақтарды ыстық суға салып, қабығын аршимыз, блендермен ұсақтап аламыз. Ұсақтап туралған тағы да бір бас сарымсақ қостым және тартылған етімізді салып қуырамыз. Бір-екі ас қасық томат пастасын саламыз. Ұсақтап туралған сельдерейді салып қуырамыз. Араластырған кезде фарштар ірі түйіршік болып қалмауын қадағалаймыз. Жақсылап араластырамыз. Енді блендерден өткізілген қызанақты саламыз, тұз бұрышын саламыз және 20-30 минуттай бұқтырамыз. Газдың астын басып қою керек. Бір жұмыртқа қосып, кішірек бір күлше қамыр илейміз. Жалпы дүкенде лазаньяға арналған нан сатылады, бірақ қолдан илеп жайған нан дәмдірек болады және жұмсақ болады. Болонезе соусымыз дайын болды. 20 минуттай бұқтырдым. Енді отын өшіріп қоямыз. Енді бешамель соусын жасаймыз. 70 грамм сары майды ыдысқа ерітіп, үстіне 70 грамм ұнды салып араластырамыз. Отымыздың астын баяу етіп қоямыз және тез-тез араластырамыз. Аз-аздап сүтті құя бастаймыз. Араластырған кезде түйіршіктер болмау керек, сондықтан сүтті аз-аздап құю керек. Сүтпен бірге бірден араласып, түйіршіктер жазылып кететіндей болу керек. Сүттің бәрін құйып болғаннан кейін қайнағанша күтеміз, араластырып тұрамыз. Шамамен 4-5 минутта қайнап қоюлана бастайды. Кәдімгі қаймақ сияқты консистенцияға жеткен кезде өшіреміз отты. Алдымен формамызға болонезе соусының 3-тен 1-ін саламыз. Оның үстіне кесілген қамырымызды орналастырамыз. Қамырды орналастырғанда олардың шеттері бір-біріне сәл-пәл айқасып тұру қажет. Сол кезде соустар бір-біріне араласпай, форма жақсы сақталады. Қамырдың үстіне қайтадан болонезе соусын салдым. Оның үстіне күштен өткізілген ірімшікті саламыз. Ендігі кезекте бешамель соусы. Енді оның үстін қамырмен жабамыз.
Болонезе соусын түгелмен салып болдық. Енді үстіне үкіштен өткізілген ірімшікті саламыз. Осылайша соус пен қамыр біткенше кезек-кезек орналастырамыз. Ол өзіңіздің формаңызға байланысты 3 немесе 4 қабат шығуы керек. Соңғы қамырды орналастырғаннан кейін, ең соңынан бешамель соусымен бетін жабамыз. Қамырдың беті түгелдей жабылу керек. Осылайша пешке қоюға дайын. Менің пешімде бұл лазанья 30 минутта пісті, беті қызарғанша осылай әдемі болып шықты. Және де бетіне тағы да ірімшік сеуіп, 5 минуттай пеште ұстадым. Өте жұмсақ, нәзік және дәмді лазанья болып шықты. Видео ұнаса немесе сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.